Бүгінгі хабарды мен тақырыбын былай қойып отырмын. Так, ашықпыз ба? Әлде бәріне ғашықпыз ба деген тақырыпта қойдым. Қазір мұның сырын сіздер білетін боласыздар. Не себепті әжем осындай тақырып қойды? Бұл қалай қойды әжем? Ашықпыз ба? Әлде бәріне ғашықпыз ба? Бұл қалай? Не себепті бұндай тақырып? Тақырыптың өзі бір адамды басқа бір ойға, басқа бір әлемге, басқа бір көңіл күйге жетелейтін сияқты деп барлықтарыңызда сәл әртүрлі ойға кетіп отқан болуларыңыз мүмкін. Я, мен оның мәнісін енді айтайын. Бұл менің енді осы барлықтарыңызда өздеріңіз жас болдыңыздар, немесе ұлдарыңыз бар, қыздарыңыз бар, бәрі де балалық шағы өтіп, мектеп бітіргеннен кейін барлығы қайда барады? Көпшілігі оқуға түседі, жастық шақ кезеңін өткізеді, оқуға түспегенде елде қызмет істейді, жұмыс істейді. Қалай болғанда да адамның бір жастық шақ дәурені осылай әркімнің жастық шақ дәурені әртүрлі өтеді. Ал мен енді тікелей мектеп бітіргеннен кейін институтқа түсіп студент болғандықтан, сол студент кездегі жастық шағым есіме осы қазір қартайған кезде әрдайым ойыма түсіп тұрады. Сонда есіме алсам, қызық сияқты, өте қызық сияқты, сондай қызық сияқты. Тіпті кей әрекеттеріміз сол кезде күлкілі сияқты көрінеді. Өзімізше біз студент болған кезде бір үлкен қыздар болған сияқты, өзімізше бір үлкен адам болған сияқты сезіндік. Бірақ дегенмен іс әрекеттеріміз өте күлкілі, кейбір іс әрекеттеріміз. Соны айтайын деп отырмын. Соны мына жерге өзім есіме былай естелік қып бәрін жазып қойған болатынмын. Соған байланысты қазір мен сіздерге соны айтып, оқып арасында таныстырып өтейін. Былай деп жазыппын. Әрбір қарым қатынастарымызға, іс әрекеттерімізге қарап, біз көңілімізге еш қаяу түспеген ақ көңіл, ашық мінездіміз бе? Әлде жан жақтағы іс әрекеттерге, достық араласу жағдайларында бәрін біліп, үлес қосуға құмар, өте құмар, немесе айнала қоршаған ортамен тығыз байланыста өмір кешкіміз келетін қызыққыш, өмірге аса құштар жан болдық па дегендей өз-өзіме таңғалап отырам. Таңғалам өз-өзімізге. Әсіресе мен өзімнің істеген әрекеттерімді ойлап, өз-өзіме таңғалып отырам. Айтарлықтай ашықпыз ба? Әлде бәріне ғашықпыз ба деген бір ғажайып ой келеді сонда маған. Оны қазір мысалдарын айтамын. Иә, біздер бойжеткен қыз, жігіттер, студенттер болғанмен балалығымыз басым, аңғалдығымыз көп болды. Иә, меруерт, бәріңде келе беріңдер. Мүмкін деп кейде ойлаймын, өзім туралы ойлаймын. Мүмкін бұл ауылда өскендіктің, ауыл адамдарының аялы алақаны мен ыстық ықыластарына, ұстаздардың шексіз қамқорлығына бөленіп, сондай балаң көңілмен өскендігіміздің өз басым, солай өскендігімнің әсеріме деп те ойлаймын. Неге сондай болдым ерекше? Неге басқалардан айырмашылығымыз бір-бірімізден, көпшілігіміздің басқаша болды деген бір ойлар келеді. Ол үшін бір естелікті есіме түсіп, күлкім келіп отыр. Соны мысалы ретінде айтып берейін. Бірде группалас досым Нұрбішке, біз Нұрбіш дейміз, шын есімі Нұрбиба. Яғни группалас досым бірде Нұрбибаге
әскери борышын өтеп жатқан класстас досы Сұлтаннан хат келді. Сұлтаннан. Оны Нұрбіш маған көрсетіп, бірге оқыдық екеуміз. Әлгі Сұлтаннан келген хатты екеуміз бірге оқыдық. Содан Сұлтанның хатына екеуміз жауап жазып жібердік бірге. Жаңағын бірге оқыдық та, Сұлтанның хатына екеуміз, Нұрбіш екеуміз бірге жауап жазып жібердік. Содан Нұрбіш Сұлтанға досым Айымжан екеуміз жазып отырмыз хатты. Айымжан да саған сәлем айтып жатыр деп, яғни мені хат арқылы Сұлтанға таныстырды. Арада сәл уақыт өткеннен кейін Сұлтаннан тағы да хат келді. Ой, шіркін, ол кезде бір тіпті сондай хат жазысып тұратын заман ғой, қазіргідей емес. Мынадай телефонымыз жоқ, басқа жоқ, тек хат арқылы хабарласамыз. Әр қайсымызға жан жақтан осындай хаттар келгенде, бір әкеміз келгендей, бауырымыз келгендей, солармен кездескендей, соларды көргендей бір балаша қуанамыз хат келген кезде. Хат келгенде. Не деген бауырмалдық па, білмеймін, жоқ әлде қазіргідей күндегідей хабарласып тұрмағасын, үнемі бір-бірімізді сағынып жүреміз бе? Әйтеуір сол хат келсе біз балаша қуанатынбыз. Так, оның бір жағында, тағы бір жағында, ар жағымызда таза бір балаша адами, таза пейіл жатқан сияқты көрінеді осы кезде ойлап отырсам. Тағы да Нұрбіш екеуміз жаңаға Сұлтаннан келген хатты бірге оқыдық. Хатты шындығында да енді екеуміз жазғаннан кейін Сұлтанда екеумізге арнап жауап жазыпты. Содан Нұрбіш маған Сұлтан сағанда арнап сәлем айтыпты ғой. Айымжан, Сұлтанға сен де хат жазсай деді. Жаңа хатты екеулеп оқып болғаннан кейін арада бір-екі күн уақыт өткенде маған солай Нұрбибі солай айтты. Нұрбіштің бұл пікірін мен дұрыс көрдім. Шындығында да жауап жазбасам ұят қой, Сұлтанға хат жазуым керек деп, мен де жеке өзім енді хат жаздым. Сонда ешқандай бір басқа ойым жоқ. Мен Нұрбайдың досы ретінде хат жаздым. Бұл жігіт мен туралы басқаша ойлап қалады-ау. Ұят емес пе? Бұл қалай? Тіпті өзінің емес, өзгенің кластасына жеке өзі хат жазғаны бір түрлі екен. Онысы несі? Сұлтан, бұл қыздың кімі еді? Дегендей жігітке неше түрлі ойлар келуі мүмкін-ау деген ешқандай аса ой, ешқандай бүлдіргі сезім ойыма келген жоқ. Қалай екенін білмеймін. Солай хат жазып жібердім. Оның үстіне былай деп ойлаймын. Нұрбіштің досы менің де досым деген тап-таза ой болды. Сондықтан мен хат жазуым керек деген бір балауса ғана сезім болды менде. Сондай ой оралды маған. Сонымен Сұлтанда хат жазып жібердік. Бірақ Сұлтанда да тап осындай ғана ой. Онда да басқа ой жоқ. Өйткені Сұлтанда қандай ой болсын? Ғылыми зерттеулерде бар ғой, қыздар жігіттерге қарағанда ой санасы ертерек жаңағы есейеді, ертерек қалыптасады деген. Сұлтан бізбен жасты, Нұрбаймен жасты, менімен жасты, өйткені Нұрбайдың кластасы. Сондықтан Сұлтанда әлі ондай ой ойлауға мүмкін емес. Өйткені ол жігіт бізден көріп баяу дамиды. Оның үстіне махаббат сезімі жігіттерде тіпті бізден қыздардан сәл ғылыми зерттеулер бойынша кейінірек сәл баяулау артымыздан даму керек.
Сондықтан сұлтанда да ешқандай ондай ой болған жоқ. Осылай сұлтанмен бір жылдай уақыт хат жазысып жүрдік. Сұлтан жырақта жүргендіктен бе, жоқ, бәрін сағынғаннан ба, бір хат жазғанда маған: Айымжан, суретіңді салып жібересің бе деген хат жазды. Пай дүние-ай, жаратылыс, табиғи даму, есею деген өн бойыңа уақыты келгенде дариды екен-ау. Дәл сол сәтте жүрегім селт ете қалды. Өзіме өзім сұрақ қойдым. Осы сәттен бастап мен есеюдің бір кішкентай кілті жүрегіме түсе бастады ма деп ойлаймын. Өйткені маған мынандай ой келді: суретімді сұлтан неге сұрады? Енді бұл қыздың түрін көрейін дегені ме? Жігіттен бұрын менің сурет салғаным хат арқылы ұят емес пе? Деген ойлар мені шыр айналдыра бастады. Міне, сәл де болса адамның, табиғаттың, жаратылыстың, адамның есеуін бірден емес, аздап жүрегіңді селт еткізу арқылы жіберіп отыратындығын осы сәтте мен байқай бастадым. Содан сұлтанға жауап хат жаздым. Жазған кезде сол жауап хатымда сұлтан, алдымен сен суретіңді сал, содан кейін мен салармын деп хат жазып жібердім. Көп ұзамай сұлтаннан хат келді, және сұлтан өзінің суретін салып жіберіпті. Сұлтанның суретіне қарасам, торсықтай тұп-тұмпақ, қоп-қою қара қасты, қарашығы қап-қара ойлы көзі, бейне бір адамға жүрегіңе тесіліп қарап тұрғандай суретіне қарап отқанда сондай ой келеді. Керемет, көзінің қарашығына қарай бергің келеді. Суреттен қарап отырмын, сұлтанның суретіне қарап отырғанда. Еріні, қыздардың еріні сияқты қып-қызыл, оймақтай аузына аса бір сән беріп, дөңгеленіп, сәл бір бейне бір адамды өбіп, сүйіп алғысы келіп тұрған ерін сияқты суретке қарап отқанда маған дәл солай әлі сұлтанды көргенім жоқ, суретінен солай әсер алдым. Керемет әсер алдым. Өте сұлу. Сол сұлу мүсінге киген әскери киімі қандай жарасымды. Айтатыны жоқ. Қарай бергің келеді. Сонда тамаша, көзбен көріп ғашық боласың. Сонда сол себепті де мен жаңа басында айтып отқан сұрағым сол: ашықпыз ба, әлде бәріне ғашықпыз ба деп. Өйткені сұлтанның суретін көру арқылы мен осындай әсерде болып отырмын. Ал біз сол кезде барлық нәрсені жаңа басында айтқандай қоршаған ортада не болып жатыр, айналамызда не болып жатыр, кіммен қарым-қатынас жасап жүрміз, бәрін көргенде бәрін білгіміз келеді,
және бәрін соны көріп, соған қатысып, біліп үлгереміз. Және соның барлығында да ерекше бір осындай сезімге бөленеміз. Сонда біз тағы да ойлаймын, қалаймыз біз? Ашықпыз ба? Жоқ әлде? Өмірге ғашықпыз ба? Жоқ әлде? Жалпы дүниенің, жаратылыстың барлық болмысына ғашықпыз ба? Неге бізде сондай әсер болды деген ой келеді. Ал қазіргі жастармен мен салыстырсам, дәл сондай қызығушылықты көре бермеймін. Әлде мынау телефонның әсері ма, білмеймін. Бізде тіпті сондай басқаша болды. Және бәрі солай барлығына көріп, барлығына барып, барлығын мен қарым-қатынас жасап үлгердік, және ерекше бір сезімдерге бөлендік. Міне осының өзде біздің балалығымыздың басым болғанын, аңғалдығымыздың басым болғандығын білдіріп тұр ғой деп ойлаймын. Сол хат жазудың өзі жай ғана аңғал балалықтан басталды ғой. Ал қазір мүмкін ондай пысықтау қыздар болса, қандай қатысым бар? Ол Нұрбейбірдің кластасына неге мен қыз жазуым керек деген сияқты бәлкім ой кеп қалуы мүмкін. Ал ол кезде бізде ешқандай ондай ойлар болмайтын. Ойласам осы қылықтарымызға кейде қазір ойлаймыз, сонда күлкім келіп отырады. Өте қызық, өте аңғалдық, өте балалық. Бірақ екінші бір жағынан керемет тартымды, өте тартымды. Сіздерге қалай екен қайдам, бізге тартымды. Әрбір қарым-қатынасқа барған сайын, әрбір көрген сайын бұндай емес, басқаша сезім келеді, басқаша ой келеді. Келіп оны тағы естелікке жазамыз ғой біз. Естеліктерімізге бәрін емес, ерекше әсерлерді естелікке жазып қоямыз. Бұл адамның ойын дамытуға да әсер етеді. Адамның өмірлік ұстанымының қалыптасуына да әсер етеді. Бұл адамның өмірлік белес-белестердің өсуіне де үлкен әсер ететін нәрселер деп ұғамын мен өзімше. Сіздерге қалай екенін білмеймін. Екінші тағы бір айтатын ойым, мен ер азаматтармен, осы барлығымызда араласамыз ғой, қыздармен де, ер азаматтармен де араласамыз ғой. Рахмет, лайкты жіберіп жатсыздар, өте тамаша. Керемет тыңдап отырсыздар, керемет осындай бір ізгі ниетте отырсыздар, сіздерге ризамын. Осындай ойды бәрін ойлаған кезде керемет қыздармен де жақсы қарым-қатынас болды. Әрине ол кезде достық болды, ер азаматтармен де қарым-қатынас болды. Бірақ мен үнемі осы егер менің тиктоктағы, ютубтағы осындай тікелей эфирдегі хабарларыңызды көріп жүрсеңіздер, айтып жүрмін, үнемі айтамын. Мен өмірде ер азаматтармен, жігіттермен дос болуда, олармен қарым-қатынас жасауда өте ерекше жолым болған қыз болдым, жолым болған адам болдым, былайынша айтқанда, жолым болған жас болдым деп айтуыма болады. Осы сұлтанменен қарым-қатынасым да сондай ер жігіттермен, ер азаматтармен қарым-қатынастағы тағы бір жолымның болғанының дәлелі болды. Өйткені сұлтанмен хат алысқан сайын мен бір-ақ хаттың тағдырын айтып отырмын. Ал бірнеше әрбір одан кейін де хат алысып тұрық. Сонда сұлтаннан келген әрбір хат арқылы да мен үлкен бір өмірден мән-мағына, өмірден өте рахмет, керек оқып та үлгеремей қалдым. Подаркілеріңізді жіберіп жатсыздар. Депитик деп оқыдым. Подаркысын, розаңды жіберіп жатсын. Арасында басқалар да жіберіп жатыр. Өте рахмет. Айналайындар, бақытты болыңдар. Тұсынай, тепесінамай дейді. Депитик деп оқып отырмын. Ағылшынша жазылған екен. Қалай болғанда да, осы неңді атыңды жазуын білемін. Или гипитик ба? Гипитик болуы да мүмкін. Мен ана ашкемен
көзім дұрыс көрмей жатыр. Енді көрдім. Рахмет саған жаным. Бақытты бол. Аңсаған армандарыңа жетіңдер. Тыңдап отқандарыңызды, лайк жіберіп отқандарыңызды бәрін көріп отырмын. Бірақ мына ой бөлінбесін деп арасын үзбей жатырмын. Бірақ бәрін көріп отырмын. Рахмет бәріңе де. Осылай сол менің жолым болыс екендігін осы бір хат тағы да растай, дәлелдей түседі деп ойлаймын. Өмір солай өтті. Жақсы қарым қатынаста болдық. Сұлтанмен солай хат жазысып тұрдық. Бірақ әлгі жаңа бір жерде айтып өттім ғой, менің сол кезде есею кезеңім сәл басталды деп. Сол есею кезеңім басталған арқылы ары қарай мен сұлтанның сезіміне қатты кірмеуге, сұлтанның сезіміне қатты әсер етпеуге тырыстым, алыста болғандықтан. Ал егер сұлтан қасымда болғанда, жақын жерде кездесіп тұрғанда екеуміз қандай болатын кім білсін, ол бір Аллаға ғана аян. Сондықтан осы сұлтанның класстастары, менің группаластарым, Альфия, бәріңізді жаңадан кіргендерді де көріп жатырмын. Келіңіздер, сәлеметсіздер ме? Осы сұлтанның класстастары, сыныптастары, менің группалас достарым, Тамара, Нұрбіш, сұлтан класстастарың қазір бар ма? Аман ба? Егер сұлтан қазір болса, үлкен ардақты ата болған шығар. Мен де ардақты әже болып отырмын. Сұлтанға сәлем айтамын. Бала шағаларының, немерелерінің қызығын, жақсылықтарын көрсін деп тілеймін. Егер бар болса, одан кейін мен сұлтаннан хабарым болған емес. Бірақ мына естелік арқылы бәрі еске түсіп отыр. Сұлтанның да жалпы сол кездегі тамыр таныстарымның да қандай бір кісілерменен, қандай бір жігіттермен, қандай бір адамдармен, қандай бір апалармен, халықпен, достарменен қарым қатынас жасаған болсам, араласқан болсам, барлығының да мынау менің көріп отқан көрермендерімнің, тыңдармандарымның да барлықтарыңыздың амандықтарыңызды, жақсылықтарыңызды, сол бала шағаларыңыздың рахаттарын, жақсылықтарын көрулеріңізді тілеймін. Амандықта жүздескенше аман болыңыздар.